Қайырлы күн. Менің аты-жөнім Албанова Перизат Тұрсынбайқызы. Көріп отырғандарыңыздай, мен денсаулығым өте жақсы, өзімді жақсы сезінемін. Осыдан бір ай бұрын мен бір ай бойы больницада жатқам. Екі бүйрегім бірдей ауырып, креатинім 365-ке көтеріліп, өзімді өте нашар сезініп, мочевинам 27-ге көбейіп кеткен. Жалпы жағдайым өте төмен болды. Больницадағылар мені қорқытып, ендігі 3-ші стадияда тұрғанымды айтты, бүйрек ауру бойынша. Өзінің 4-ақ стадиясы барын айтты. Ендігі стадиясы де гемодиализ қою керек деген ұсыныс айтты маған. Мен әрине қорқтым. Көптеген дәрілер жазып берді маған. Ол дәрілерді сатып алдым. Сол дәрілерді сатып алған күні маған Юшеньян компаниясының қыздары, таныс қыздар еді, сол кісілер жолығып, өздеріне шақырып, компания туралы, компанияның дәрілері, шөптен жасалған дәрілерінің 100% адамға кепілдік беретінін түсіндірді. Мен сол күннен бастап жаңа аптеканың дәрілерін ішпей, осы Юшеньян компаниясының шөптен жасалған сили деген, женский гель деген дәрілерін іштім. 12 күн ішіп, кеше 28 октябрь күні, қазан күні анализ тапсырып келдім. Анализім өте жақсы шықты. Креатинім 65-ді көрсетті. Мочевинам 4,5-ді көрсетті. Нормадан да төмен, өте жақсы, 12 күнде өте жақсы результат алдым. Осы компанияға алғысым шексіз, өте қуаныштымын.